Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі моль ұғымы бойынша есептеулерде біз белгілі зат мөлшері бойынша газ тәрізді заттың көлемін есептейміз. Есіңізде болса, кез келген газдың қалыпты жағдайдағы молярлық көлемі 22,4 литр мольге тең, немесе бұл 22,4 дециметр куб бөлінген моль. Яғни қалыпты жағдайда кез келген газдың 1 молі 22,4 литр көлемді алады. Егер бізге газдың зат мөлшері берілген болса, онда оның көлемін зат мөлшерін молярлық көлемге көбейту арқылы таба аламыз. Себебі көлем және зат мөлшері бір-біріне пропорционал. Зат мөлшерін 2 есе көбейтсек, көлемі де 2 есе көбейеді. Немесе зат мөлшерін азайтсақ, 3 есе мысалы, көлемі де 3 есе азаяды. Енді өлшем бірлігі бойынша зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, молярлық көлемнің өлшем бірлігі литр бөлінген моль. Сонда моль мен моль қысқарып, біздің көлемнің өлшем бірлігі литрмен шығады. Немесе молярлық көлемнің орнына біз дециметр куб бөлінген мольді қолдана аламыз. Ол кезде тап солай моль және моль қысқарып, көлем дециметр кубпен шығады. Енді осы жаттығу есепті шығарайық. Төменде берілген газдардың зат мөлшері бойынша олардың қалыпты жағдайдағы көлемін анықтау керек. Қалыпты жағдайдағы көлемін анықтау үшін біз берілген зат мөлшерін, оның қалыпты жағдайдағы молярлық көлемі 22,4 литр мольге көбейтеміз. Енді А мысалынан бастайық. Бізге 5 моль оттек берілген. Оның көлемін табу үшін біз зат мөлшерін молярлық көлемге көбейтеміз. Яғни 5 моль көбейтілген 22,4 литр моль. Моль қысқарады. 22,4-ті 5-ке көбейтсек, 112 литр шығады. Келесі мысал, бізге 0,2 киломоль пропан берілген. Көлемін табу үшін зат мөлшерін молярлық көлемге көбейтеміз. 0,2 кило префиксінің орнына 10-ның 3 дәрежесін деп жазамын. Моль көбейтеміз 22,4 литр мольге. Моль қысқарады. Және 0,2-ні 22,4-ке көбейтсек 4,48 шығады. Оның 3 дәрежесіндегі литр. Есіңізде болса, оның 3 дәрежесіндегі литр 1 метр кубқа тең. Сондықтан 4,48 метр куб деп те жазуға болады. Келесі С мысалы, 10 миллимоль азот диоксиді берілген. Көлемін табу үшін зат мөлшерін молярлық көлемге көбейтеміз. 10 миллимоль көбейтеміз 22,4 литр бөлінген моль. Моль қысқарады. Милли және литр миллилитрді береді. 10-ды 22,4-ке көбейтсек, 224 миллилитр шығады. 4-ке көбейтсек, 224 миллилитр шығады. Д мысалы, бізге 4,5, оның -4 дәрежесіндегі моль аммиак берілген. 4,5, оның -4 дәрежесіндегі мольді көбейтеміз 22,4 литр мольге. 4,5-ті 22,4-ке көбейтсек, 100,8 көбейтілген. Бізде оның -4 дәрежесі бар. Литр. 100,8. Оның -4 дәрежесін мен былай жазаламын. Оның -1 дәрежесі көбейтілген, оның -3 дәрежесіндегі литр. Оның -3 дәрежесіндегі литр 1 миллилитрға тең. Ал 100,8-ді оның -1 дәрежесіне көбейтсек, 10,8 жерге сыймайды миллилитр шығады. Және соңғы тапсырма, 3 моль хлорсутек берілген. Зат мөлшерін молярлық көлемге көбейтеміз. 3 мольді көбейтеміз 22,4
4 литр мольге. Моль қысқарады, 67,2 литр шығады. Яғни сізге зат мөлшері берілген болса, оны малярлық көлемге көбейтіп, сіз оның газдардың қалыпты жағдайда қанша көлем алатынын таба аласыз. Енді сізге үйге тапсырма. Төменде кестені толтыру керек. Сізге 4 түрлі газ берілген. Әрбір мысалда сізге құрылымдық бөлшектер саны берілген, немесе масса берілген, немесе көлем берілген. Қалыпты жағдайдағы, мен жерге жазуға ұмытып кеттім. Қалыпты жағдайдағы көлемі. Осы әрбір информация бойынша сіз қалған кестені толтыру керексіз. Яғни мысалы, бірінші мысалда құрылымдық бөлшектер саны арқылы сіз нені таба аласыз? Зат мөлшерін таба аласыз. Себебі зат мөлшері құрылымдық бөлшектер саны бөлінген Авогадро санына тең. Масса бойынша тап солай зат мөлшерін таба аласыз. Көлемі бойынша тап солай зат мөлшерін таба аласыз. Яғни әрбір мысалда ең бірінші қадам бұл зат мөлшерін есептеу. Және келесі мысалы масса немесе құрылымдық бөлшектер саны немесе көлемді сіз зат мөлшері арқылы оңай таба аласыз.